8 минут вақыт мұнда қалып тұра екен. Соңынан бірінен алып ташлап, яңаны қойып қарармын. Нәрсе айтасы келе міне тұрмышта ол. Нешек әлі бір анекдоттан башлап жіберсе bo'ladır әлі. Бір яхуди кіші алар өзер шаяртырға ярата дейірге боламы түзелер енді. Бізде мәселен халқың хақында шаяртсаң, кімдір сен милләтіңні яманлайсың, тігілей бұлай деп тұтыналар. Алар шулай анда бір су ташым енді. Біліктен шул бір келген бір мазақ енді. Шunda келелер айда түйме білен, яғни қайық деп айтылар біздің яқта. Айда кеттік дейлер. Жоқ де, мені де міне Аллах тағала құтқарып ала деп бармай екен. Шынасын вертолет білен үшіп келелер. Ол тігі үйінің түбәсінде отыра. Айда деп айтылар аға. Отыр вертолетқа сені құтқарабыз. Жоқ, мені Құдай тағала құтқара. Шулай деп. Шынасын тағы нәрсе ақырында бұл су баса да бойынды тігі дүнияға ләге шында нетейінді. Аллах тағала білән ұшыраша да шында айта, ник сен меңа ярдам етпедің де. Тігі айта, мен сеңа неше тапқыр ярдам еттім, кіші жібердім де. Сен аны бірісінде қабыл етмедің. Шол кібік жәмәғат ол дүнияда әлі біздің хадислер бар. Пайғамбар алейхиссалам хадисында бар. Ол дей Аллах тағала дей шир берем, мен арған дару да береді. Шон кібік ол мәселен татарда бигрәк та айттым бар, кіші-кішіге дару дей. Мәселен ауыр халда бола кіші недейдір, ауыр мезгіл анарға бірсі ердемші келе. Ол міне нешіктір келіп тұра. Мен мәселен уақытында газетті ішлеген шақта қойғы хабар келді, ауыл уақытта әне дүнияны қалдырғанны. Мен аны телефоннан айту алдынан, ашы аны алдынан меңа келіп шықты бір танышым. Шул мені қатта ол үйме қатлымы ұзатып қойды. Шынасын мен аны үйде отырсам, бір таныш тағы бір ұшыратты да келіп ауыр мезгіллерде янымда болды. Шу айтасы келе. Мен мәселен Сахалинға бардым, біраз ауыррақ болданда, чүнки ол үлкі швирка, яғни партия газетінде анда қотлаулы шартлар. Ол міне Уфада болдым, яшьлер газетінде, комсомол яшьлер газетінде. Анда көңілі шаяртып, нешіктір көңіл ашадыр. Амында ауыррақ болды. Анда мәселен ол мүдері урыс мәселен Емельянов деген мені гіл әйда кеттік деп сөйлешіп, ел бойына менен үйіне қатлы затадырым, олай үйіне апарып шай ішіртіп жібередір. Шында қатта бірсі әлі редакцияда мен де мені қатыным де кетедір қоядыр, мен пирог пішірем, шай ішірге келерсің деп, аны да мәселен анда ерлі қатынына мәселен орыслар енді меңа ақша керек ме, сұра, бұрышқа береміз деп шулай қатта тақдим етіп тұрдылар. Мен бет қайдандыр келген, аларда шундай міне кішіні біраз қызғанып тұралар, шулай етіп. Мен рахмат енді шул тақдим үшін да енді кіші бұршылған үшінна да шатланып кетесің, юқ рахмат деп кетесің қатта ол. Мәселен, уақытында мен келдім редакция, мұнда шахар газетінің шул әпәт шахар партия фирка комитетінің мәселен газеті беканда қотлаулы шартлар. Шуға көре Аллах тағала жібергендір бір неден Ростов яғына келген, атасы Черкес, анасы Маржа, шундай ақыллығына бір ипле, бір аңы шаяртып, біздің мәселен жауаплы Сарқатип ол әнін бір юан қызы, ол біздің милләт кішісі түгіл, дені де біздің түгіл, меңа бейленәдір, шунасын тұтынадыр, не үйленмейсің деп, үйленсем, анда ол шулық меңа фатир ясары, мен айта не керек, ол бүтін кішісінің мәселен тұрмышта не керек ол деп ойладым енді. Ол меңа гіл бейленәдір, ішті тігілей бұлай, біздің қанымыз ішәдір, өзі шундай нервыда гіл бұладыр, біз бұл орыс малайымы, атасы Черкес,
шул шаяртып тегене күрсәтәдер, мазаклап, без көләдерик, шул күлеп күңел ачып җыйрыйдыр хатта без аны. Шунасын инде мин әле студент чагымда инде Башкортстанда булдым да, практикада газетта, шунда удостоверение студенческий югалткан икән. Ә миңа декан әйтәм, менә ди Верхотурье шәһәрендә сорадылар, сез кышкы каникулда барып кайтсагыз, шунда ярдәм итеп, мин һаман удостоверение дип, газетта эшләгәч удостоверение дим. Студенческийны мин сиңа яңасын язып бирәм диде ул. Соңдан инде Башкортстаннан Челябинск өлкәсеннән Башкортстанда йөргән мин югалткан микән шул студенческийны. Шуны миңа хатта җибәргән ул анда. Ике студенческий булды хатта миндә. Шунда мин барып Верхотурьеда. Анда инде бер урыс малай белән бардык ярдәм итәргә. Ул 2нче курсмы, мин 4нчеме? Мәсәлән, анда бер урыс иплегенә мине өенә алып барды, айда миндә торсын дип, ике атна шул торгызды өендә, кунак итеп. Менә без редакция бергә эшләп, бергә кайтадыр, ул сөйләшергә яратадыр, хатта теге Сахалинда да сөйләшергә яратадыр. Үзеңнән мәсәлән татар кешең, ул без урамда очраттык, ул таныштырды да, шунысы китеп барабыз. Миңа әйтә, ул да татар, син дә татар, нигә ул сине чәйгә чакырмады ди. Шунысы хатта мин анда әйттем, китап кибетендә ишетәм, татарча сөйләшәләр, сөйләшеп киткәнем. Алар сорашты, кайдан икән, мин әйткәнем, әйе диделәр дә китеп калдылар. Мин әйтәм, безнең әни безне тәрбиялидер, мәсәлән. Кунак, ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан ерактан килгән бигрәк. Шунда бит беләләр, шул газетта эшли кеше, әйдә дип, мәсәлән, татарга ачык йөз белән карарга тиеш. Хатта узган елларда менә булды Казанда татар конгрессы, анда инде мин Сахалиннан утраудан килгән ханым җитәкчеләре аларның, ул әйтә, кил, без шатланабыз, менә газетләрне бир, без татар музее бар, шунда элеп куям диде. Шул әйтәсе килә, җәмәгать. Авыр мизгелдә гел кайдандыр ярдәм килеп тора. Бүтән милләт кешеләре ачык торалар. Мәсәлән, мин шул шифаханәдә утырган чиратта бер ханым марҗа белеп алды да, мин газетта эшләгәнне. Кызына мине тәкъдим итә башлады. Менә кызым, чык кияүгә дип. Инде мин депутатлыкка чыкканда, барганда да хатта фатир сайын бер туган көне юбилей дип котлап барсам, берсе тотынды марҗа, менә кызына бәйләнде, институтта укыган. Кызым, чыкканара кияүгә чык дип шул. Менә күрдегез, ничек алар гел борчылып тора. Бездә менә бер борчыламы? Инде үзебезне менә телне саклыйга әле. Аңлап торасың. Мөхәррәгән әйтә башласам, кемдер тотыныр, син менә инде дөрес әйтмисең дип. Шуңа күрә әйтәсе килә. Аналары гел уйларга тиеш. Менә үзебезнең инде якын кеше булсын дип, халкыбыздан дип шулай тырышса, бәлки ана сүзе дә ул кайсы вакытта бер тыңламаса, бер тыңларлар. Шулай дип уйларга кирәк. Битараф калмаска кирәк бер качан. Авыр чакта өметегезне өзмәгез, ярдәм булыр. Шуның белән рәхмәт игътибарыгыз өчен. Менә вакытым бетеп бара, исән-сау торыгыз.